Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Педагогикалық идеялар жәрмеңкесіне фестиваліне қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін алып келген тақырыбым әдістемелік десант көмегімен сабақты жүргізу. Идеямның осы бағыттағы мақсаты қоғамның назарын педагогикалық білім берудің инновациялық тәжірибесіне аудару. Екінші, білім беру мазмұнын жаңарту міндеттеріне ықпал ететін инновациялық технологияларды меңгеру. Үшіншісі, әдістемелік десант көмегімен тиімді сабақтарды ұйымдастыру. Енді идеяның міндеті педагогикалық қарым-қатынастың жаңа түрлерін дамыту. Екінші, инновациялық тәжірибені дамыту бойынша тиімді әдістер қолдану. Үшіншісі, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды дамыту. Істелген жұмыстан міндетті түрде барлығымыз нәтиже күтеміз. Нәтиже бар жерде жұмыс бар деген сөз. Яғни осы жұмыстан күтілетін нәтижем: біріншісі, білім берудің инновациялық тәжірибелері қалыптасады, инновациялық технологияларды сабақта қолданады, өмірлік ұлттық құндылық қасиеттерді дамытады. Олай болса, құрметті әріптестер, идеяның негізгі түйіні, яғни сабақты әдістемелік десанттардың көмегімен өтқанды жетуге болатын дәлелденді. Енді, құрметті әріптестер, бұны мен сіздерге айтып отырған себебім, бұл әр сабақта жүре бермейді бұл мақсат. Қазіргі кезде биылғы оқу жылында бізде қанша осында әдістемелік десант көмегімен қанша оқу мақсаты әр пән бойынша жеке-жеке зерттелді. Әсіресе сонымен қатар бізде жаратылыстану пәнінде осы әдістемелік десант идеясын көп қолдануға болады екен. Өйткені жаратылыстану пәнінде көбінесе біз биологияға береміз, немесе географ мұғалімге береміз, немесе оны физикаға береміз, немесе химия пән мұғалімдеріне береміз. Идея қалай іске асады? Яғни бұл жерде бірінші фактор мектептегі мұғалімдердің саны керек, сосын әдістемелік бірлестіктегі мұғалімдердің саны, сосын бұл күнделікті сабақта бұны көрсетудің қажеті жоқ. Тек қана біз енді мектептің жоспарына байланысты апталықтар 10 күндіктер өткіземіз ғой, әдістемелік күндерде қолдануға болады. Идеяның нәтижесі қай жерде көрінеді? Біз білеміз ғой, білім беруді сырттай бақылау, білім беру жетістігін мониторингілеу. Сол жерде көмегін береді. PISA халықаралық зерттеуінде өзінің көмегін тигізеді. Сонымен қатар бұл пән арасында сабақтастық, яғни бұл бұрыннан бар пән арасы сабақтастықты осыған қатты өзінің көмегін тигізеді. Нәтижесі қай жерде көрінеді? Білім беру жетістігін мониторингілеу. Сол жерде көмегін береді. PISA халықаралық зерттеуінде өзінің көмегін тигізеді. Сонымен қатар бұл пән арасында сабақтастық, яғни бұл бұрыннан бар пән арасы сабақтастықты осыған қатты өзінің көмегін тигізеді.